Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен щи деген сорпаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл сорпаны мен бүгін мультиваркада дайындайтын боламын. Видеода мен тамақ пісіріп бастап кеткен болатынмын. Бұл жерде жуаны ұзынша қылып турадым. Сәбізді теркадан өткізіп алған болатынмын, және де помидорды төртбұрышты қылып турап дайындап қойдым. Ендігі кезекте мультиварканы қосып, жарка деген программаны таңдап, мультиваркамыздың ішіне сұйық майды құйып, манағы жуамызды, сәбізімізді және де помидорымызды қосып, оның бәрін тұздап және де қара бұрыш қосып қуыратын боламыз. Енді капустамызды осылай ұзынша, бірақ қысқа қылдырып, видеодадай турап дайындап қоямыз. Келесі картопымызды да ұзынша қылдырып турап дайындап қоямыз. Картошкамызды турап болғаннан соң сарымсаққа көшеміз. Сарымсақты өзіңізге қалай ыңғайлы, солай майдалап турауыңызға болады. Бәрін дайындап болдық. Енді етіміз қалды. Етімізді төртбұрышты қылып турап, оны да дайындап қоямыз. Бәрі дайын болды. Ендігі кезекте манағы жуамыз бен морковымыздың үстіне етті саламыз, содан соң картопымызды саламыз. Сарымсағымызды да ұмытпай саламыз. Ең соңында капустамызды салып, тұздап, қара бұрышын салып, және де өзіңізге ұнайтын әртүрлі дәмдеуіштер салуыңызға болады. Лавровый листі да салуыңызға болады, қалауыңыз бойынша. Бәрін салып болғаннан соң 1,5 немесе 2 литр су құямыз. Қажетті заттардың бәрін салып болғаннан соң, енді менюға басып, суп деген программаны таңдаймыз. Уақыты бойынша 1,5 сағат қойып, қақпағын жауып күтеміз. Мінекей сорпамыз да дайын болды. Өте дәмді және де пайдалы сорпалардың бірі болып табылады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.